Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті салымшылар, құрметті біздің клиенттер. Эфирді бастағанша сәл-сәл күте тұрайық, адамдар саны қосылғанша қазір байланыстың тексеріп жіберейік. Мен де сіз секілді қазір телефоннан кіремін және эфирімізді бастайтын боламыз. Қазір дауысын бір тексеріп жіберейік. Қайырлы күн, құрметті достар, тағы да сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсат Заитов. Бүгінгі эфир тізгіні менің қолымда болады. Орыс тіліндегі эфир ертең Надежда Ес айдарында сағат күндізгі 1-де басталатын болады, 1:30-да. Қайырлы күн, қосылып жатыр достарымыз, оқырмандарымыз. Керемет, дауысы шығып тұр екен. Жақсы, біріншіден мына елімізде болып жатқан жағдайға байланысты содырлардың, лаңкестердің қолынан зардап шеккен біздің азаматтарымыз, замандастарымыз, отандастарымызға қайғырып көңіл айтамыз. Әрине бұндай жағдай қайталанбасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілек тілейміз. Бүгінгі біздің тақырыпты өздеріңіз көрген шығарсыздар, анонста жазғандай, яғни мемлекеттік сыйлыққа қашан түседі, өсімпұл қалай жүргізіледі және қазіргі біздің банкіміздің жұмыс жасап жұмыс режимі қандай. Яғни бірінші сұраққа тоқтала кететін болса, мемлекеттің сыйлықақысы өздеріңіз білесіздер, егер де былтыр сіздер 31 желтоқсанға дейін депозит ашып, сол депозитке ақшаларыңызды толтырып үлгерген болсаңыздар, баршаңызға, яғни Қазақстан Республикасының азаматтарының барлығының депозиттеріне мемлекеттің сыйлықақысы түсетін болады. 116 мың теңге максималдық мемлекет сыйлықақысы өздеріңіз білесіздер. Заңға сәйкес ол қаражат бізде бірінші наурызға дейін, яғни ақпан айының соңына дейін, февраль айының соңына дейін сіздерге мемлекет тарапынан сыйлықақы түсетін болады. Яғни кейбір адамдар жазып жатыр екен, біз комментарий оны көріп отырмыз. Яғни мінекей 2022 жыл болды, менің сыйлықақым қайда деп. Достар, тағы да қайталаймыз, мемлекеттің сыйлықақысы ақпан айының соңына дейін түсетін болады. Сондықтан сәл-сәл күтіңіздер, міндетті түрде мемлекеттің сыйлықақысын алатын боласыздар. Оның нақты қай күні, яғни ақпан айының соңына дейін дейміз, бірақ ортасында түсе ме, басында түсе ме, оны сәл кейін ақпарат болғаннан кейін сіздерге тағы да бөліп ақпарат айтатын боламыз, достар. Тағы да бір жақсы жаңалық, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын бізде айлық есептік көрсеткіш өседі, өзгереді. Оның бір жақсы жағы, яғни мемлекет сыйлықақысының сомасы ұлғаяды. Яғни 2022 жылы бір айлық есептік көрсеткіштің сомасы 3063 теңге, яғни 3063 теңгені 200 МРП көбейтеміз. Яғни білесіздер, отбасы банкінің салымшыларына мемлекет сыйлықақысы 200 МРП, яғни айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға түседі. Биылғы максималды сіздер 612.600 теңге жинайтын болсаңыздар, мемлекеттен 122.520 теңге сыйлықақы аласыздар. Яғни ол дегеніміз, биыл сіздер ай сайын 50.000, 60.000, яғни мүмкіндігіңіз бойынша шоттарыңызға ақша салып толтыратын болсаңыздар, мемлекеттен 20% сыйлықақы түседі, бірақ та 122.520 теңге максималдық сомасы, яғни осыдан аспайтын сома мемлекеттен түсетін болады сізге. Ол үшін не істеу керек? Яғни мемлекеттің максималды сыйлықақысын көбірек алу үшін сіздер семейный пакет, яғни отбасылық пакетті қолдансаңыздар болады. Оны тағы да естеріңізге саламыз. Яғни биыл жазып жатыр 500 мың. Дұрыс айтасыздар. 500 мың болады, 500 мың салатын болсаңыздар, сізге 20% 100 мың теңге түсетін болады. Ал егер 600 мың салатын болсаңыздар, сәйкесінше 120 мың теңге түсетін болады. 122.520 алу үшін 612.600 салуларыңыз керек. Егер де қолыңызда көп ақша болса, мәселен 2 миллион, 3 миллион ақша болатын болса, оны бөліп, әр депозит салсаңыздар, келесі жылы, бір жылдан кейін, ақпан айының соңына дейін 23-ін уже сіздерге мемлекеттің сыйлықақысы түсетін болады. Және осы ақпаратты жазып түртіп алсаңыздар болады. Мемлекеттің сыйлықақысын максимал түрде алуларыңызға мен тілектеспін. Ендеше екінші сұрақ өсімпұлға байланысты. Яғни өздеріңіз білесіздер, елімізде төтенше жағдай қабылданғаннан кейін, бұл бізде 5 қаңтар мен 19 қаңтар арасында төтенше жағдай режимі қабылданды. Осы уақыт ішінде ешқандай өсімпұл есептелмейді. Бұл жақсы жаңалық. Өсімпұл дегеніміз орысша айтқанда пенья. Яғни сіздің несие жабу күніңіз 6, 7, мүмкін 8, мүмкін 9 болса, сіз оны кештіріп төлесеңіз де сізге ешқандай пенья жүргізілмейді. Осыны есте болсын. Дауысым естіліп жатыр ма? Звук деп жазып жатыр бір адам. Дауысым естіліп тұр екен, дұрыстап тексеріп алдым. Жақсы сұрақ.
мына жерде қазір осы өсімпұл бойынша аяқтап кетейін. Яғни 19-на дейін ешқандай өсімпұлдар жүргізілмейді. Әрине қазір таңда біздің альтернативті төлем қабылдау түрлері жүргізіліп жатыр. Сондықтан сол арқылы төлесеңіздер болады. Бұл басқа банктың карталары арқылы төлесеңіздер болады, яғни жеке мобильді қосымшалар арқылы. Болмаса біздің терминалдар жұмысқа қосылды, яғни сол терминалдарды қолданып немесе кассаға келіп ақша төлесеңіздер болады. Түсінікті дейді. Рахмет. Режим, жұмыс режимі бойынша айта кетейін. Қазір таңда біздің Қазақстан бойынша барлық филиалдардағы барлық бөлімшелер өз жұмысын толықтай штаттық режимде бастап кетті. Яғни күндізгі сағат 9-дан бастап кешкі сағат 5-ге дейін барлық филиалдар, ал Алматы қаласындағы филиалдар сағат 9-дан күндізгі сағат 4-ге дейін жұмыс жасайды. Осындай шектеулер қойылған. Яғни тағы да қайталаймын, барлық филиалдар 9-дан біздің күндізгі сағат 5-ге дейін, тек Алматы қаласында ғана сағат 4-ге дейін жұмыс жасайды. Колл-центр, яғни 300 номері бойынша телефон хабарласатын болсаңыздар, оларда бізде күндізгі сағат 4-ге дейін сізге міндетті түрде жауап береді, құрметті достар. Ендеше көбісі шағымданып жатыр, 300 номеріне телефон соға алмай жатырмыз деп. Ондай фактілер бар. Неге? Себебі қазір тексерейік. Дауысым естіліп тұрған секілді. Енді қараңыз достар, қазірде біз көп азаматтар, көп қызметкерлеріміз удаленный дейді, яғни қашықтықтан жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде мына байланыс орталығының қызметкерлері, сондықтан интернет желісін бәсеңдеуіне байланысты, кейбір үзілістер, кейбір кедергілерге байланысты сәл-сәл ұзағырақ жауап беруі мүмкін. Бірақ та біздің колл-центр, яғни байланыс орталығы толық жұмыс жасап тұр. Уайымдамаңыздар, сәл-сәл күтсеңіздер, сабыр танысаңыздар, сабырлық міндетті түрде сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. ENPF платформасы, enpf-отбасы.kz біздің платформа. Бұл платформа бүгіннен бастап жұмысын басталды. Оған дейін айтқан хабарлама болғандай, интернет желісінің кедергілерімен жұмыс жасауына, үзіліп жұмыс жасауына байланысты мына төтенше жағдай режим біткенге дейін жұмыс жасамайды деп айтылған болатын, яғни сайтта солай жазылған. Бірақ та кеше біздің мамандар үлкен жұмыс атқарып, және бұл платформаны қайта қалпына келтіріп, өздеріңіз білесіздер, бұл платформа бізде 24 сағат бойында жұмыс жасайды, және оған міндетті түрде интернет байланысы керек. Ал интернет байланысының жұмысы кедергімен жұмыс жасағандықтан кейбір ақаулықтар болды. Бірақ қазірде біздің мамандар бұл платформаның жұмысын толықтай іске қосты. Яғни қазір бұл платформа кіріп жұмыс жасасаңыздар болады. Комментарийларды оқып отырмын. Кейбірлер былай жазған екен, платформа кіре алмай жатырмыз деп. Дымда уайымдамаңыздар, басқа SCP-ні оқымай жатыр дейді кейбірлері. Дымда уайымдамаңыздар, басқа браузерлермен кіріп көріңіздер. Көбі Google Chrome арқылы кіреді, және бұл жерде ешқандай ақаулықтар болмайды. Жеке өзіме жазған болатын бір адам Opera браузер арқылы кіре алмадым деп, бірақ ол кісі қайта шығып Chrome арқылы кіріп еді, жасап кетті. Сондықтан дым уайымдамаңыздар, платформа толықтай жұмысын жалғастыруда. График бойынша толықтай түсіндірдім. Біздің терминалдар қайтадан қалпына келтірілді. Бұған дейін кеше біз хабарлама жасаған болатынбыз, барлық филиалдар, тек Алматы қаласындағы Сейфуллин даңғылындағы филиал жұмыс жасамай тұр деп, ол филиалда бүгін өз жұмысын бастады. Сондықтан келем деушілер болса, әрине келіп өз қызметтерін алсаңыздар болады. Мемлекеттің сыйлығы ақысы тағы да айтқанымыздай ақпан айының соңына дейін түсетін болады. Сондықтан дым уайымдамаңыздар, құрметті достар. Женский ипотека бойынша сұрап жатыр. Женский ипотека ол бағдарлама аты ұмай деп аталады. Әйелдер ипотекасы ұмай. Бұйырса бізде осы ақпан айында немесе осы бірінші квартал соңына дейін хабарлама шығады. Ол жерде бір жақсы бір өзгерістер болуы мүмкін. Қазір нақты айтпай қояйын, себебі әлі нақты нүктесі қойылған жоқ ол бағдарлама бойынша. Бірақ та біздің клиенттеріміздің, яғни біздің керемет аруларымыздың, нәзік жанды салымшыларымыздың ұсыныстарын ескере отырып, жақсы бір өзгерістер болмақ. Сондықтан күте тұрыңыздар, сәл-сәл болады. Жаңа бағдарламалар бола ма деп сұрақ қойып жатыр. Жаңа бағдарламалар болғанда бір өзгерістер болады, ол туралы хабарлаймыздар. Алдын ала айта кетейін, міндетті түрде бұл Маңғыстау облыстық филиал, яғни Маңғыстау қаласын, Ақтау қаласының тұрғындары үшін және Алматы қаласының тұрғындары үшін
мүмкін тағы да бір екі өңір қосылатын шығар, бірақ әзірше осы екі Алматы мен Ақтау бойынша жақсы ақпарат бар. Бұл жерде Касим Груп құрылыс компаниясымен бізде келісімшарт жасалуда, яғни алдағы уақытта бұйырса сіздер бастапқы жарна 30%-бен де ол Касим Груп құрылыс компаниясы нысандарына үй алу мүмкіндіктеріңіз болады. Сондықтан сәл-сәл күте тұрыңыздар, жақсы ақпарат болады. Достар, жалпы осы біздің парақшада ең басты нақты ақпарат салатын боламыз. Сондықтан осы ақпараттан ғана қарасаңыздар болады. Себебі кейбір парақшаларда және пабликтер, кейбір СМИда жазған екен, біздің EMPF платформа жұмыс жасамай тұр деп, бұл олай емес. Бүгіннен бастап жұмыс жасап тұр, уайымдамаңыздар. Так, жас отбасылар неше жасқа дейін, жас отбасы деген депозит бар, оны білесіздер сіздер. Жас отбасы біз үшін жасына байланысты емес, отбасы құрған сәтіне байланысты айтылады. Яғни ол дегеніміз, егер сіздің отбасы шаңырақ көтергендеріңізге неке туралы куәлікті қолыңызға алғаныңызға 5 жылдан аспайтын болса, сіздер біздер үшін жас отбасы депозитін аша аласыздар. Яғни бұл жерде бір ерекшелігі, ақшаны 3 жыл уақыт жинаудан қажет жоқ, 1 жыл жинайтын болсаңыздар, сіздерге несиені бары болғаны 6%-бен береді, 50% жинау керек бұл жерде міндетті түрде. Жалпы тұрғын үй займыны, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкі дейді, бұрын бізде қазір отбасы банк деп аталамыз. Яғни бұл жерде басты ереже, сіз қаражатты жинауыңыз керек. Сіздерге айтатын бір нақты бір ереже бар, бұл үш ереже. Осы 3 ережені жазып алсаңыздар да болады. Қазір бұл жерде банктың бірінші ереже талап деп айтайын, бірінші талабы сіздер қаражат жинау керексіздер, оны білесіздер. Ең бастысы пәтер құнының, үйдің құны болсын 50% жинау керексіздер. Біріншісін жазып алыңыздар. Екіншісі мерзім, яғни кем дегенде 3 жыл жинаңыздар дейді. Яғни бұл банктың қойып жатқан талабы. Екіншісі мерзім, кемінде 3 жыл. Үшінші шарты, үшінші талабы, ол ОП, бағалау көрсеткіші, оценочный показатель, яғни бұл сіздің ақшаны қалай жинап жатырсыздар. Яғни 3 жыл шот ашып қойып, шотыңыз жаңағыдай ешқандай тиынсыз, пустой дейміз, орысша айтқанда пустой шот жатады. 3 жылдан келіп, міне 3 жылым болды, 50% бар деп алу емес, яғни ай сайын салыңыздар. Қазір бар ма қалтаңыз ақша, қазір көбірек салып қойыңыздар. Яғни шотыңызда ақша жұмыс жасау керек. Осы 3 шартты орындаған кезде банк сізге тұрғын үй займын береді. Орысша айтқанда жилищный займ. Бұл ең тиімді займ. Мемлекеттік бағдарлама болсын, қандай болмасын, кез келген үйді алу үшін осы бағдарламаны қолданатын болсаңыздар, бұл сізге ең тиімдісі. Бұл сізге маман ретінде сізге кеңес беріп отыр. Бұл жерде ең бір ерекшелігі төлем алу қабілетін дәлдеу, жеңіл. Яғни сіздің жалақыңыз минимальный болсын, атыңызда 15 кредит болсын, ешқандай қарамайды. Яғни несие тарихыңыз дұрыс болса болғаны сізге несиені береді. Тіпті жалақыңыз 40 мың теңге, биылдан бастап 60 мың теңге минимальный, допустим 60 мың теңге, екі кредитіңіз бар. Оған ештеңе қарамайды. Осы 3 шарты, банк үшін осы 3 шартты орындасаңыз, сіз біздің жаңағыдай сүйікті клиентіміз тұрғын үй займын алатын боласыздар. Яғни бұл сіздерге бір жақсы жеңілдік деп есептеймін. Және несие бойынша үстемақы 5%-бен ғана береді. Кейбіреулер айтады ғой, мына неге отбасы банк бүкіл ақшаға пайыз жүргізеді деп. Ол олай емес. Яғни тұрғын үй займын алған кезде сізге негізгі қарыздан ғана пайыз төлейтін боласыздар. Бұны мәселен салыстырайық. Мен 3 жыл бойына 5 миллион теңге ақша жинақтадым. 5 миллион жинақтадым, 10 миллион пәтер сатып алдым. 5-ке 5, 10 миллион. Сол кезде несиені мен 10 миллионға емес, 5 миллионға ғана есептеймін. Оны бізде тұрғын үй займы дейді. Ал ендеше кейбір азаматтар бар, яғни 3 жыл бойына ақша жинағым келмейді, қазір осы жерден алғым келеді дейді. Ондай азаматтарға да мүмкіндік бар, яғни біз сіздерге айтпаймыз 3 жылдан кейін кел деп. Қазір алғым келе ме? Жақсы, қазір ала ғой. Мынандай кейс бар, яғни кейс дегенде мысал ретінде айта кетейін. Бір азамат шот ашып қойған бірнеше жыл бұрын, бірақ ақша салмаған, немесе ұмытып кеткен, мүмкін басқа жағдайлар болды ма. Қазір өзінің бір бөлмелі пәтерін сатты, қолында мәселен 5 миллион теңге ақшасы бар. 5 миллион теңгені салып, 10 миллион теңгенің 2 бөлмелі пәтерін алғысы келеді. Шоты бар, бірақ шотында ақша жоқ. Қалай жасайды? Ақшаны салып қойып 3 жыл күтудің қажет жоқ. Бірден мысалға 5 миллион салады да 10 миллион пәтерін алады. Ол жерде аралық займ деп аталады. Аралық займ кезінде оның 5 миллион теңге салған ақшасы банкте депозиттер жатады. Яғни банкте депозиттер жатады, оған жаңағы айтып кеткендей жаңағы 50% бар, 3 жыл мерзім бар, бірақ ОП жоқ, оценочный показатель, бағалау көрсеткіші жеткен жоқ. Сондықтан оған 5%-мен несие бере алмаймыз. Егер ол алғашқы нарықтан үй алатын болса 7%, қайталама нарықтан алса 8,5%-мен несие алуына болады. Ол күтпеймін, қазір аламын дейді. Жақсы, 50% бар,
3 жылы бар, бірақ ОПС жоқ, бағалы көрсеткіш жоқ. Сондықтан оған 8,5% пен 18-19 айға береміз несиені. 18-19 ай бойына көтеріңкі пайызбен, яғни бұл 7% пен 8,5% арасындағы несиені алады. 19 ай бойына ол 10 миллион теңгенің 10 миллион теңге ғана пайыз төлейді. Яғни 5 миллион салды, 5 миллион отбасы банкпен общий үйдің бағасы жалпы 10 миллион ғой. Бірақ ол 10 миллионға 18 ай, 19 ай ғана төлейді. 19 айдан кейін не істейді? Яғни ол алған аралық займ, промежуточный займ, орысша айтқанда, промежуточный займ алды, 19 ай промежуточный займға 8,5% немесе 7% төледі. Бірақ 19 айдан кейін оның мына айтып кеткен ОПС өсті ғой, бағалау көрсеткіші. Бағалау көрсеткіші өскеннен кейін ол тұрғын үй займына ауысу керек, яғни жилищный займға ауысады. Бұл кезде қалай жасайды ол кісі? Банкке келеді, ол жаңағыдай промзаймына, яғни аралық займнан тұрғын үй займына ауысады, және оның пайыздық көрсеткіші қайта өзгереді. Яғни енді ол 5% немесе одан да төмен пайыздық үстемеге ауысады. Және пайыздық үстеме манағы 10 миллион емес, уже 5 миллионнан жүргізіледі. Көрдіңіз бе, қандай тиімді? Яғни бүкіл уақыт бойына үлкен пайыз төлемейді. 7%-дан немесе 8,5%-дан қайтадан 5%-ға көшеді. 19 айдан кейін ары қарай 5%-ды ол жаңағы 5 миллионнан төлей беретін болады. Тағы да бір кейс, тағы да бір мысал ретінде айта кетейін. Жаңағы адам егер 5 миллионды отбасы банкінің шотына салып қойды, бірақ та 19 ай бойына қазір үйді іздемеймін, қазір үйді алмаймын, күте тұрам, опым өскенге дейін, яғни бағалау көрсеткіші өскенге дейін 1,5 жыл, 19 ай күтеді, несиені алмайды, отбасы банк депозитке салып қойды, немесе жаңағыдай семейный пакетпен кетті делік. Мысалға 5 шоты бар, 5 шотты 9-ға немесе 10 адамға 500-500-ден бөліп қойды, оның үстіне әрбір 10 шоттан 100 мың теңге дейін премия алды, яғни миллион теңге, 6 миллион теңгесі бар. 1 жыл көлемінде күтті, 1,5 жыл көлемін 19 ай деген шотында 50%-дан жоғары ақшасы бар, яғни 6 миллион теңгесі бар. ОПС жетті бағалы көрсеткіші, мерзімі келіп тұр. Яғни ол кісінің пайыздық үстемесі 5 немесе одан да төмен 4-8%-пен ала мүмкіндігі бар. Тұрғын үй займын алады, несиені 4-8, яғни 8 емес, және төлем алу қабілетін дәлелдеу де 2 есе жеңілдетіледі. Ешқандай гараж, ешқандай создаемщик, яғни займшылас іздеуден қажеті жоқ. Қанша кішкентай ғана жалақысы болса да, ешқандай пайызы болмаса да, осындай несие алу мүмкіндігі бар. Яғни осындай сізге бірнеше вариант. Вознаграждение неге өз депозитін минустап тұр, сол сумманы қайтарып қосқан дейді. Ол олай емес, достар. Ол үшін капитализация деген дүние бар. Яғни егер де қаржыгерлер бар болса, арамызда түсінетін шығар. Капитализация деген дүние бар. Капитализация әртүрлі болады. Яғни жылына бір рет болады, кейбіреулерде ай сайын жүргізіледі. Вот міне отбасы банкіне жылына бір рет жүргізіледі. Ол бізде 31 желтоқсанда, яғни жыл аяқталғаннан кейін. Яғни қараңыздар, бір клиент ай сайын ақша салды, ай сайын 50 мыңнан мына қаңтар, ақпан, наурыз, яғни жыл бойына желтоқсанға дейін ақша жинап келді. Сөйтіп салған ақшасына бізде 2% жылдық түседі, яғни годовой дейміз. 2%-ның жаңағы 12-тен 1 бөлігі январда түсті, 12-тен 1 бөлігі февральда түсті, одан 12-тен 1 бөлігі мартта түсті. Яғни әр ай сайын осы түсіп келеді, яғни ол сіздің мобильдік қосымшаңызда көріп отырасыз, бөлек тұрады да, вознаграждение деп. 31 желтоқсан күні ол сіздің депозитіңізге келіп қосылады. Міне соны капитализация дейміз. Яғни сіздің шотыңызда ешкім сызған жоқ, оны жалпы бөлек тұрды да, және сіздің қазір депозитіңізге қосты. Осылай түсіндіруге болады. Барлығына жауап беру үлгермейді, не деген сабырсыз адамдар. Үлкен рахмет. Айжамал ханым, біздің тұрақты оқырман, рахмет көп. Саламатсыз. 10 миллион көлемінде үй алсақ, қанша жинауымыз керек, қанша жыл жинау керек, қазір айына 93 салып отырмыз. Керемет. Амира ханым, жақсы сұрақ қойғансыздар. Жаңағыны түсіндіріп кеттім, 10 миллион бойынша, яғни 5 миллион сіз жинайсыз, 5 миллионға сізге банк несие береді. Яғни сіз 93 мыңнан жинатқан болсаңыз, мен сізге семейный пакетті қолдануға кеңес беремін. Себебі сізде бір жылда 612 мың теңгеден көп ақша жинайсыз. Сондықтан шот мына 93 мыңды 2-ге бөлуіңізге болады. Немесе ар жағына тағы 7 мың теңге қосып 50-50-ден 2 депозитке жинайтын болсаңыздар, сіз жыл соңына дейін 1,200,000 теңге жинайды екенсіз. 1,200,000 теңге, яғни 600-600-дан сөйтіп, келесі жылы февральда сіздер мемлекет тарапынан көлемі 120 мыңнан, яғни 240 мың теңге премия алу мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан 93 мың теңге бір шотқа салу дұрыс емес, оны 2 шотқа бөліп салыңыздар.
жаңа бағдарлама. ОП нешеге жету керек дейді. Яғни ОП дегеніміз оның бір қысқаша ғана формуласы бар. Яғни договорная сумма дейді. Яғни сіздің үйдің договорная сумма деген ол сіздің алатын пәтеріңіздің бағасы. Мәселен 10 миллион теңге. 10 миллион теңгені 16-ға көбейтесіз. Кешіресіздер. 10 миллион теңгені 16-ға көбейтесіздер. Сосын оны 1000-ға бөлесіздер. Шыққан соң ол сіздің сыйақыңыз. Ал вознаграждение дегеніміз, яғни ОП дегеніміз 16. Яғни міне 16. 16-ға көбейтесіз, оны 1000-ға бөлесіз, шыққан соң сіздің вознаграждение. Өйстіп, жаңағыдай нақтысы сізге керегі осы сыйақы. Сыйақы дегеніміз банктың жыл сайын беретін сізге 2%. Ең басы осы 2% көбірек жинасаңыз, көбірек, яғни ОП-ңыз, яғни бағалы көрсеткішіңіз де жоғарырақ болады. Мен күзде 5 миллион салсам ба деймін, сосын қашан беріледі дейді. Қараңыз, Брагда 543 дейді. Оқырман, қараңыз, егер сіз көктем айында 5 миллион теңгені бөліп отбасылық пакетпен салатын болсаңыздар 10 адамға, мәселен ол сіз, әйеліңіз, балаларыңыз, жақын туыстарыңыз, бауырларыңыз, әйеліңіз ата-анасы, барлығын, яғни туысыңыз дәлелдейтін құжаттарға келіп дәлелдей алатын болсаңыздар, өйстіп семейный пакетін бөліп тастаңыз. 5 миллион теңгені 10 адамға бөле аласыздар, 500 мыңнан салсаңыз, әр шотқа 100 мың теңгеден премия түсетін болады. Мәселен, күзде салсаңыз, күз деген ол қай қыркүйек па, мәселен, қараша айында салсаңыз да сізге 2023-тің бірінші кварталында, бірінші тоқсанында мемлекеттен әр депозитта 20% көлемінде сыйақы алатын боласыз. Пенсионкадағы ақшамды первоначальный сумма ретінде пайдаланып үй алуға бола ма? Иә, әрине, ол жерде сізде екі мүмкіндігіңіз бар. Яғни бірден EMPF-отбасы KZ платформасына кіресіз, ол жерден бастапқы жарна ретінде қолдану деген перне бар, бірден соны басып қолдансаңыз болады. Немесе екінші вариант бар, ол жаңағыдай қаражатты ары қарай жинақтау үшін, яғни депозитке аударасыз, депозитқа түскеннен кейін кәдімгі бастапқы жарна ретінде қолдансаңыз да болады. Яғни сізде екі мүмкіндік бар. Прямой сақтаңызшы дейді. Рахмет, мемлекет түрі сақтаймын. Жақсы түсіндіріп отырып, бәрін мұқият тыңдасаңыздар дейді. Сымбат ханым, көп рахмет сіздің комментарийіңізге. Бақытты отбасы шаңырақ қашан басталады дейді. Құрметті оқырмандар, бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламасы басталу туралы ақпаратты нақты белгілі болғаннан кейін сізбен міндетті түрде бірінші бөлісеміз, прямой эфир, яғни тікелей эфир жасаймыз, одан кейін посттар жазамыз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратамыз. Міндетті түрде ең бірінші осы Instagram парақшамызды саламыз, сондықтан біздің парақшамыздан алыстамаңыз. Үй алуға қанша ОП болу керек дейді. Яғни ОП ең минимальный дейміз, ең аз көлемі кемінде 16 болса жеткілікті. 16 болса уже без подтверждения дохода дейміз, яғни жеңілдетілген төлем алу қабілеті жеңілдетілген форма бойынша өткізілетін болады. Без первоначальный взнос үй алуға бола ма дейді. Өкінішке орай ондай мүмкіндік жоқ, бірақ та мына Ұмай әйелдер бағдарламасының шартына сәйкес бастапқы жарна банкке салынбайды, яғни банкке без первоначальный взнос деп айтуға болады. 15% сіз сатушының шотына бересіз, яғни сатушының қолына. Мәселен, сіз застройщиктен, яғни құрылыс компаниясы алып жатсыз ба, немесе жеке тұлғадан алып жатсыз ба, 15% сол кісіге беріп, ал қалғанын сізге отбасы банк береді. Яғни осындай мүмкіндік бар. Бұл бізде Ұмай әйелдер бағдарламасында. Ұмай әйелдер бағдарламасында сәл-сәл өзгерістер енгізіледі, және ол бағдарлама бізде алдағы осы бірінші тоқсан соңына дейін айтатын боламыз. Ажырасқан аналарға қандай көмек бар дейді. Яғни ажырасқаныңыз 4 баласы бар екен. Қараңыз, бізде бақытты отбасы бағдарламасы бойынша бізде 3 категория қатысады. Бұл мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отбасылар, толық емес отбасылар, ажырасқанына да, және көп балалы отбасы. Енді қараңыз, ажырасқандар бойынша, толық емес отбасы бойынша ажырасу туралы куәліктің мерзімі 3 жылдан асқан болу керек. Егер де сіз ажырасқаныңызға 3 жыл толмаған болса, онда көп балалы ана ретінде қатысып көріңіз. Сіз 4 балаңыз бар ғой. Бұл жерде енді сізге жеңілдірек болады шығар. Кезекке тұру да, қатысу да. Жақсы түсіндіріп жатсыздар, рахмет. Можно сегодня перевести? Да, конечно, вы имеете право полностью, можете подать. На русском прямой эфир будет? Да, конечно, будет прямой эфир. У нас завтра в программе, в рубрике, то есть «Надежда есть». Ждем. Так, рахмет.
приложение жасап тұр ма? Иә, приложение жасап тұр, оған тексеріп қараңыз. Таңертең ғана кіріп өзім тексеріп көргенмін. Будет ли программа? Программа будет, конечно же. Кешіресіз, орысша айтып жатырмын ба? Пенсионный депозитке салу басталды ма? Иә, әрине, бұл бізде желтоқсан айында басталып кеткен. Зейнетақы қорыңыздағы қаражатыңызды отбасы банкте депозитіңізге аударуға болады. Өзіме өзім гарант бола аламын ба дейді. Егер сіздің табысыңыз жететін болса, сізге ешқандай гарант сұрамайды. Яғни бұл жерде өзіңізге өзіңіз қайтадан гарант болмайсыздар, тек өзіңіздің төлем алу қабілетіңізді тексереді. Егер сіздің табысыңыз, доходыңыз жетпейтін болса, сол кезде ғана создаемші гарант шақыруыңызға болады. Премия қашан түседі? Осы ақпан айының соңына дейін міндетті түрде түсетін болады. Орысша сұрақтар келіп жатыр көп. Госпремия мартта түседі дейді. Олай емес, мартқа дейін түседі. Яғни апрель айын, ақпан айының соңына дейін міндетті түрде түседі. 1 мартқа дейін міндетті түрде аласыздар. Госпремия түскен уақытын, конечно, әрине біле аласыздар, біз сіздерге айтамыз қашан түсетінін. Көп сұрақтар келіп жатыр екен, көп рахмет. Ұмай қашан қосылады дейді, міндетті түрде айтамыз. Қазақша еркін сөйлеп, нақты және анық етіп ақпарат жеткізіп отырғаныңыз үшін көп рахмет дейді. Ахметова 00555 көп рахмет сізге. Әскери баспана, бақытты отбасы, шаңырақ, нұрлы жер бағдарламалары бойынша ақпаратты міндетті түрде береміз. Басталған кезде ол жерден қалып қоймайсыздар. Сонымен қатар бізде баспана маркет сайтымыз бар, онда платформасы бар. Ол сайттың адресі www.otbasibank.kz. Осы платформа кірсеңіздер, бізде баспана маркет платформасына кіруіңізге болады. Сол жерде видеозвонок та бар, жаңағыдай видеозвонок, телефонмен хабарласуға болады, біздің кеңесшілердің кеңестерді алуға болады. Жалпы қазіргі мына төтенше жағдай уақытында көбісімізге үйден шықпаңыздар, мүмкіндігінше деп жатыр ғой. Сондықтан біз сіздерге тағы да бір айта кетейін, бізде видеобанкинг қызметі бар, толықтай жұмыс жасап тұр. Ол үшін біздің кеңесшілерге хабарлассаңыздар болады. Олардың номері біздің мына парақшадағы актуальный сториста бар. Сол жерден сілтемесіне кіріп, немесе біздің банктың сайтына кіріп, менің кеңесшім деген пернені бассаңыздар, біздің кеңесшілер тізімі шығады. Сол жерде кез келген кеңесшіге хабарласып, видео звонок арқылы депозит ашсаңыздар болады. Ешқандай кедергі жоқ. Видео банкирлердің екі түрі бар. Бұл бізде дербес кеңесшілер және байланыс орталығында отырған операторлар. Яғни оператор арқылы телефон шалып, толық кеңес алып, депозит ашсаңыздар болады. Екіншісі ол жеке дербес кеңесші. Дербес кеңесшінің бір жақсы жері, яғни сіз олармен бір депозит ашсаңыздар, ол кісі жұмыстан шығып кетпесе, яғни сіз үй алғанға дейін сіздің қасыңызда болады. Үнемі сол кісіге хабарласып, ақпарат біліп отырсаңыздар да болады. Сондықтан енді жеке өзім кеңесшілерден депозит ашқаным жақсы деп есептеймін. Open формасын айта жіберіңізші дейді, жазып алыңыздар. Яғни үйдің бағасы, яғни договорный сумма, үйдің бағасы көбейту 16 біз open формасы, үйдің бағасы, договорный сумма көбейту 16, оны бөлеміз 1000-ға бөлеміз. Шыққан сумма ол вознаграждение, яғни сіздің сыйақыңыз. Банктен түскен 2%. Міне осы сыйақын көбірек жинасаңыз, опыңыз тезірек өсетін болады. Яғни 2% қалай өсіреміз? Шотқа ақша саламыз. Шотта ақша көбірек жатса, опыңыз тезірек өседі. Опы тез өсті деген сөз, алдағы уақытта сіз несиені жеңіл аласыз және переплатаңыз, артық төлеміңіз азаяды деген сөз. Өте рахмет түсіндірді дейді. Әлдина ханым, рахмет. Атында үй болса дейді, құрметті оқырман, атыңызда үй болсын, болмасын, бұл жерде маңызды емес, бұл мемлекеттік бағдарлама емес, бұл кәдімгі отбасы банкінің өзін жеке үй алу бағдарламасы, тұрғын үй займы, аралық займ, алдын ала займ, яғни мемлекеттік бағдарлама емес бұл. Банктың өзіндік бағдарламалар, атыңызда үй болсын, болмасын, оған қарамай үй ала беретін боласыздар. Тіпті екінші, үшінші үйіңіз болса да, көптеген біздің клиенттер, бірнеше мәрте клиент жаңа бір жазып жатыр, тағы да бір жазып жатыр, мінекей, бірнеше рет үй алдым, тағы да ақша жинақтап жатыр, маған жеңілдік бола ма дейді. Біз ықыласты клубы бар, бірақ та арнайы барлығына ортақ
пайыздық үстеме, яғни екінші үшінші үй алған адамдарға бөлек жеңілдік жоқ, бірақ та сіздер уже білесіздер қалай жеңіл алуға болатын. Қазақстандағы ең бір жеңілдетілген бағдарламалар бар және ең бір мүмкіндігі бар бұл отбасы банк. Сондықтан сіздер үшінші рет ақша жинақтап тұрған шығарсыздар, және әзірге нақты сіздер үшін мүмкіндік жоқ, онда жеңілдетілген. Ал бірақ та үй аламын десеңіздер, әрине болады сізге үшінші, төртінші үй алсаңыздар. Мақсат молодец дейді. Камшат ханым, көп рахмет. Мақсат күшті түсіндіреді дейді. Көп рахмет, рахмет үлкен. Рахмет. Мәселен, қандай күшті комментарийлер келіп жатыр. Баршаңызға көп рахмет. Так, премия қашан түседі? Заранее рахмет. Премия бізде ақпан айының соңына дейін түседі. Жақсы достар, интернет желісі айырылмай тұрған кезде, жаңа жоспарлаған уақыт аяқтағаннан кейін эфирді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Ертеңінде тағы да болады орысша эфир. Келесі сәрсенбінің сәтті күні сіздермен тағы да кездесемін. Менің есімім Мақсат Заитов. Келесі көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тек жақсылық болсын, әр салымшымыз баспаналы болсын. Сау болыңыздар.